Қайырлы күн, мен атым Қасымбеков Жандос Айтмұхамбетұлы, Ұлытау футбол орталығының бапкері болып келемін, балалар. 5-ші және 6-шы модульдің анализіне келетін болсақ, 5-ші модульде бізде жас қақпашылардың ойын және жаттығу барысындағы үйлесімділігі және де гигиена, ойын ережелері, фейерплей дейміз, әртүрлі қозғалмалы ойындардың ерекшеліктері туралы тақырыптар өттік. Өте жақсы тақырыптар болды. Бізге барлығы түсінікті, барлық материалдармен таныстық. Easy Coach платформасында оқып, білмейтін сұрақтарымызды қойып, осы материалдармен таныстық. Онлайн сабақтар өтілді. Ол жерде әртүрлі тапсырмалар беріліп, сол жақта топпен және де жекелей сұрақтар беріліп, сол сұрақтарға жауаптар берілді және өзіміз білмеген сұрақтарға жауаптар алынды. Және де 6-шы офлайн модульге келетін болсақ, бұл жерде топтық шабуыл және топтық қорғаныс мәселесінде 2-ге 1, 2-ге 2, 3-ге 2, 4-ге 3, 3-ге 4 атты тақырыпта топтық қорғану немесе топтық шабуыл кезіндегі ойыншылардың орналасу реті, ойыншылары қалай қимылдайтыны жаттығу барысында осы тақырыптар бойынша өтілді. Бұл жерде біз әр күнде әртүрлі ойын модельдері, яғни 2-ге 1 болсын, 3-ге 2 болсын, әртүрлі тақырыпта өттік. Қорғаныста болсын, шабуылда болсын. Бұл жерде қозғалмалы ойындар, әртүрлі ситуациялық ойындар бізге оқытушылардан тапсырма беріліп, сол тапсырмаларды топтық жағдайда өзіміз ойластырған жаттығуларды алаңда балалармен көрсетіп, сол жаттығулар кезінде қандай қиындықтар болды, қандай кемшіліктер болды, соның барлығын біз өзіміз орындағаннан кейін біліп, сол өзіміздің жұмыс барысымызды атқардық. Келесіде осы жұмысты ары қарай жүргізіп, яғни 2-де 1-ден одан әрі біздің ситуацияларымыз қиындады. Бұл кезде 3-ге 2 атты тақырыпта балалармен жұмыс болған кезде біз өзіміздің ойын жағдайында атқарылатын жұмыстарды, тапсырмаларды орындап, біз өзіміздің білмеген, үйренбеген, көрмеген нәрселерімізді көріп, біліп, жаттығулар барысында орындалып, өзімізге берілген тапсырмаларды орындап, сол тапсырмалармен жұмыс жасадық. Бұл модуль өте жақсы өтті. Әртүрлі тапсырмалар, жаттығулар кезінде біз осы тақырыпты ашып, түсініп, біліп, басқа топтағы жаттықтырушылармен өзара жұмыс алмасып, білмеген сұрақтарды қойып, осы 6-шы модуль офлайн кезінде үйрендік. Бұл жерде оқушылар бізге көрсетіп, білмеген жерімізді үйретіп, осы сабақта жұмыс атқарылды. 6-шы модуль өте жақсы. Өзіміз топпен бірге жұмыс істеп, білмеген сұрақтарымызға жауап алынды. Әр күн сабақ уақыты кезінде тапсырмаларды орындап, оны әр күн сайын жаттығуларды топқа салып отырдық. Жаттығулар ойластырып, қозғалмалы ойындар ұйымдастырып, бұл бізді тапсырмаларды орындадық. Барлық оқытушыларға рахмет. Тақырыптар түсінікті. Әрі жаңағы Easy Coach платформасында қойылып, көптеген мағлұматтар мен ақпараттар алынды. Бұл осы модульде өзіміздің
тапсырмалар орындап, үй тапсырмасы бойынша осы тақырыптарда жаттығулармен жұмыс жасауды әрі қарай жалғастырамыз. Барлықтарыңызға рахмет.